Сәлем достар, қайырлы таң. Сәлем. Біз бүгін қайда бара жатырмыз? Book Club. Біздің Анталия қаласында өзіміздің қазақ студенттер арасында кітап клубымыз бар. Биылғы оқу жылдың алғашқы талқысы Парасат майданы кітабын хикаясын қоштым, әңгімесін талайтын боламыз Төрен Әбдіктің. Бізге сәттілік. Міне сіздерге айналамызды көрсететін болсақ, бұл біздің көшелер. Мен мына гүлдерді қатты жақсы көремін. Күн ыстық, бүгін тегізге түсетін күн болып тұр негізі. Кім екенде қай балдар? Привет. Болмай? YouTube па? Сәлем барлығына. Аяшымен достарға сәлем айтыңыз. Сәлем достар, қош келдіңіздер кітап талқыға. Біз жалғастырамыз. Болсыңыз қой, Бәріне сәлем. Мы вот прибыли в Анталию. Сейчас бірінші кітап клубы, как называется, собрание, да, вот именно бәрі жақсы болады деп үміттенемін. Жақсы келдің ба? Қашан келдің? Обзор. Шампуа var. Burada ne var peki? Baby солнцезащитное молочко для детей var. Полотенце var. Я забыл, как тречевал ему полотенце. Хаву, да. Достар, біз негізі кітап талқыға келеміз, бірақ еврелік талқысы басталды. Бізде тақырып басқалықта үйлену. Сенің пікірің қандай? Мен жақсы. Мен ойлайтынмын басында только не деп әр несіне шығу керек өз адамына деп. Әрине өз адамың болса, өз менталитетіндегі кішкене өмірің жеңілдейді. Түсіндіру, бүкіл әдет ғұрыптарды барлығы оңайырақ болады, яғни бір-бірімен түсінісу. Ал сәл өміріңді қиындатқан келсе, әрине ол да болады, бірақ енді оған қарамайды секілді. Қандай ұлт болса да, главный адам болса, басқа нәрселер төменгі сатыға түсетін секілді. Адамның приоритетіне байланысты. Егер адам өзі махаббатты немесе өзіне не керек екенін түсінсе, егерде бәрі оңай болады. Менің ойымша, әркімнің өзінің таңдауы бар. Тағдырға қарсы шығуға болмайды, бірақ менің өзімнің таңдауым, мен басқа ұлтты қарастырмаймын, қазақ болу керек. Желательно Алматыдан десе. Абайдан жоғары Медеевский район деп. Менің ойым, әр адам, егерде әрине ол адаммен бақытты болса, ол қазақ па, орыс па, түрік пе, маңызды емес деп ойлаймын. Екеуі главный бақытты болса болды. Қалғаны туысқандар не дейді, ата-ана не дейді, ол бір айтылады, екі айтылады. Сосын балалардың бақытты болғанын көріп қалады деп ойлаймын. Бірақ та біздің қазақтарда, особенно қыз балаға қаттырақ сияқты, яғни қыз бала сыртқа кетсе, орысқа, түрікке кетсе, вот сол кезде, білмеймін, ол балаға особо былай назар аудармайды. Ладно, қыз бала Түркиядан алып келді бір қыз деген сияқты. А вот қыз бала кетсе, кішкене қазақтардан жақсы жігіт қалмады ма не, қазақ балалары, ұлдары жоқ па да әңгіме айтады. Но ондай әңгімеге қарамай, главный өзін жақсы көресің бе сол адамды, соған қараған дұрыс сияқты. Мое мнение таково. Я вырос на севере Казахстана. Из этого у нас север Казахстана, как вы знаете, не, так сказать, не авторитарный, не тоталитарный какой-то вот режим, как в других, допустим. А у нас такой вот больше либеральный режим, смотрит вообще все на вот так вот, спустя рукава. И даже если ты выйдешь за другого, допустим, другой нации человека, то не смотрит на это прям. Достар, біздің кітап талқымыз соңына ерді артық.
келесіде Мұхтар Шахановтың өлеңдер жинағын қарастыратын боламыз. Қарап отырыңыздар, өте қызық болады. Бізбен бөлісіп, ойларыңызды. Бізбен бірге болыңыздар. Ал Жандостан бір өзінен күшті бір шығарма өлең жинағын күтеміз де. Все, достар, пока. Всем пока. Пока, Микола. Koy bir simbe